Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен керемет дәмі ерекше осындай дайын шағылған пісте дәндерінен салат жасаймыз. Ол үшін бізге 1 шай қасық горчица, 1 огурцы, укроп, петрушка, қара бұрыш, майонез, 2 жұмыртқа, тауық еті қажет болады. Ең алдымен біз алдын ала дайын пісіріп алған тауық етімізді майдалап жіңішке етіп турап аламыз. Қандай формада турау өз қалауларыңызша. Мен осындай ұзын-ұзын етіп жіңішке етіп турап алдым. Құрметті көрермендер, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен көптеген оңай, ерекше дәмді салаттарды шығаратын болам. Сол рецепттерді бірінші болып көру үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жұмыртқамызды да турап алдық осындай формада. Бұл салатты дайындау үшін ешқанша уақыт қажет етпейді. Міне огурцымызды да дәл осындай жіңішке етіп турап аламыз. Егер сіздерге салат ұнаса, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Қандай да сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Неке огурцымызды турап болдық. Енді кезекті укроп, петрушкамызды тураймыз. Егер сіздерде көк пияз болатын болса, көк пияз қоссаңыздар, ол кезде дәмі ерекше керемет болып шығады. Менде болмағандықтан тек қана укроп, петрушка қостым. Мінекей пістемізді салып, майонезге 1 шай қасықтағы горчицамызды салып, қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Мен 2-3 штук чеснок қостым. Осылай майдалап. Бұл жерде егер сіздер қаламасаңыздар, чеснокты қоспауға да болады. Егер сіздер майонезді ұнатпайтын болсаңыздар, орнына зайтун майын қолдануға болады. Неке кішкене тұз қосып жіберіп, жақсылап араластырамыз. Салатымызды жақсылап араластырып, ыдысымызға салып алған соң, бетіне пістенің дәндерін осылай сеуіп шықсаңыздар, өзінің әдемілігімен дастархан сәнін келтіріп тұрады. Керемет дәмді салат болып шықты. Ас болсын.